Ең үздік 20 қатысушы ширек финал. Осы аптада Қазақстан дауысы балалар жобасының тікелей эфир кезеңі басталады. Міне қазір өнерпаздар қызу дайындық үстінде. Талантты балалардың басын қосқан ең үздік вокалдық жобаның жаңа кезеңі жаңалықтарға толы. Сахнаны әнмен әрлейтін музыканттар қатары көбейіп, орындалатын шығармаларды таңдауға да баса назар аударыла бастады. Жалпы балаларға, қатысушыларға ән таңдағанда қандай критерийлерге сүйенесіздер? Естественно, у нас были свои критерии. Репертуарға мұқият қараймыз. Себебі сәтті өнер көрсетудің 90% дұрыс таңдауға байланысты. Әрине, балалардың бәрі шетінен талантты. Дауыс диапазонын максималды түрде қолдануға тырысамыз. Әрине, қазір ән көп, алайда біз ең әсерлі, ең танымал шығармаларды таңдадық деп айта аламын. 3-ақ минутта баланың бар мүмкіндігін көрсету оңай емес әрине. Балалармен жұмыс істеп жатқандарыңызға бірнеше ай болды. Олардың мінезін, табиғатын зерттеп үлгердіңіздер. Ән таңдағанда осыған баса назар аударасыздар ма? Конечно, мы... Әрине, әр баланы жан-жақты таныдық. Мәселен, Айзатты алсақ, актерлық шеберлігі өте жақсы. Осыны ескеріп, оның бойындағы энергиясын көрсету үшін аса қуатты шығарманы таңдадық. Ал Шерханға керісінше эксперимент жасап көрдік. Нәтижесінде ол орындаған Молдабайдың әні көрермен көңілінен шықты. Шерхан Арыстан көпшілік есінде дәл осы ерекше образымен жатталып қалған еді. Өнерлі бала жекпе-жек кезеңінде өзінің мықтылығын тағы бір дәлелдеп шықты. Шерхан алдағы кезеңде сәтті өткереріне сенеді. Дайындығым жақсы. Қазір мен сахнаға шығып, әнге дайындаламын. Жекпе-жекте сахнаның артында қобалжып жүрдім. Мен қазір сөзін ұмыт қалам ба деп. Мен «Понте партира» деген ән маған даусыма сай, түріме де сай. Тікелей эфир кезеңінің алғашқы шығарылымында Жұбаныш Жексенұлы мен Дастан Оразбековтың шәкірттері сахнаға шығады. Ал жобаны жалғастыратындарын патша көңіл көрермен дауыс беру арқылы шешеді. Бұл кезеңнің ерекшелігі де осы. Сондықтан қатысушылар мүмкіндікті мүлт жіберіп алмауға тырысатыны анық. Тікелей эфир кезеңіне өткеннен кейін тәлімгермен жұмыс жасау қалыпты болып қалды. Сондықтан дәнеде жұмыс жасау күрделі, себебі тікелей эфир кезеңіне өткеннен кейін одан басқа кезеңдерге өту енді мүмкіндік көбірек. Сондықтан дайындық жақсы. Енді бар өнерімізді салып тырысатын боламыз. Жекпе-жектен өткеннен кейін енді қобалжымаймын. Тек қана өнерімді көрсетіп, сахнада жарқырайтын боламын. Жобада ең дарынды, ең талантты қатысушылар қалды. Әрине, бәріміз финалға шығуды қалаймыз. Жеңімпаз атанғымыз келеді. Өзімді жаңа кезеңге 100% дайынмын деп сенімді айталам. Ән, сахналық образ, костюм бәрі дайын. Ал кіл мықтыда кім мықты? Еліміздегі ең ауқымды вокалдық жобаның финалистерін тікелей эфирде сіз анықтайсыз, қымбатты көрермен. Дауыс беру 25 маусым күні сағат 21:00-де қатысушылар өнер көрсетіп болған соң ұлттық арнаның сайтында жүргізіледі. Ендеше дарынды өрендердің өнеріне баға беріп, жеңімпазды бірге анықтайық.